Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы топ жаңалықтармен бөлісуге дайынбыз. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Лондондық Арсенал сапынан Александр Лаказет кетті. Әрине, француз АПЛ-дың ең үздік ойыншыларының біріне айнала алмады. Бірақ зеңбірекшілер сапында әрдайым алаңға шығып жүрді. Енді Лаказет кеткеннен кейін Микел Артетаға жаңа шабуылшы керек. Бірақ қазір Арсеналдың трансферде жолы болмай жүр. Микел Артетаның Арсеналдың басшылығына көңілі толмайды. Арсеналды басқаратын америкалықтар үлкен трансфер жасауға қорқып, әр келіссөздің уақытын созып келеді. Сол себепті Арсенал Габриэл Жезустен айырылып қалуы мүмкін. Бұған дейін Арсенал бразилиялық үшін басты үміткер болған. Бірақ клуб басшылығының кесірінен Жезус осы жазда Арсенал сапына ауыспауы әбден мүмкін. Бұдан бөлек канонерлер Наполиге Виктор Осимхен үшін 60 миллион еуро ұсынған болатын. Бірақ Наполи өз шабуылшысы үшін 100 миллион еуро сұрап отыр. Әрине, осыдан кейін Арсенал басшылығы Осимхенді сатып алудан бас тартты. Месси Барсадан кеткеннен бері ойыншының Барсаға қайтып келуін күтіп жүрген жанкүйерлер көп. ESPN басылымының хабарлауынша, егер Месси PSG-мен келісімшартын ұзартпаса, 2023 жылы Барсаға қайтып келуі мүмкін. Барса президенті Жуан Лапорте Лионы Барсаға қайтарғысы келеді. Ал Хави болса, қазір ақшаны жас ойыншыларға жұмсаған дұрыс деп есептейді. Бірақ егер бұл Мессидің өзі болса, онда испандықта бұған қарсы емес. Мессидің өзі әлі Барсаға қайтып баратындығы жайлы шешім қабылдаған жоқ. Бірақ қазір Мессиді АПЛ-ден Манчестер Сити мен Ньюкасл Юнайтед сатып алғысы келіп отыр. Менің ойымша, Месси енді Барсаға қайтып оралмайды. PSG-мен келісімшарты аяқталған соң Интер, Майами немесе Аргентина клубтарының біріне ауысады. Осы жазда Наполи өздерінің негізгі ойыншыларынан айырылып қалуы мүмкін. Командадан кетуі мүмкін дегендердің бірі Виктор Осимхен. Нигериялыққа Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенал қызығып отыр. Канонерлер ресми ұсыныс жасап үлгерді, бірақ әлі сәтсіз. Калиду Кулибали Челси және Барселонамен келіссөздер жүргізіп жатыр. Ал Наполи президенті болса, сенегалдықты 40 миллион еуродан арзанға сатпайтынын кесіп айтты. Sport ES басылымының хабарлауынша, ойыншының агенті клубқа 2023 жылы аяқталатын келісімшартты ұзартпайтынын хабарлаған. Сенегалдықтың өзі Барселонаға ауысқысы келеді, және Барса оны сатып алатындығына сенімді. Бұдан бөлек Фабиан Руисте Наполиден кетуі мүмкін. Испаниялықтың да компаниялықтармен келісімшарты келесі жылы аяқталады. Дәл қазір Руиске Манчестер Сити қызығушылық танытып отыр. Әр трансферлік терезеде Харри Кейнді сатып алуға әлемнің топ клубтары әрекет жасайды. Бұған қоса ойыншының өзі де басқа клубқа ауысуға қарсы емес. Бірақ Тоттенхэм президенті Даниэл Леви жыл сайын ағылшындықты тағы бір маусымға Лондонда қалуға көндіріп келеді. The Athletic басылымының хабарлауынша, Харри қазір команда ауыстыруды жоспарлап отырған жоқ. Бұған басты себеп Тоттенхэмге Антони Контенің келуі. Ағылшындыққа Контенің команданы басқаруы ұнайды. Конте тек ойыншыларға емес, клуб басшылығына да талап қоя алатын бапкер. Кейн команданың күшейіп келе жатқандығын көріп отыр. Және келесі маусымда беделді жүлделер үшін таласа аламыз деп есептейді. Sport ES басылымының хабарлауынша, Бавария Харри Кейнді Левандовскийдің орнына сатып алғысы келеді. Баварияда Харри мен Мане дуэті пайда болуы мүмкін. Ал Левандовский болса, Барсаға кетуі әбден мүмкін. Бавария ағылшынға өте қомақты жалақы ұсынып отыр. Баварияның айтуынша, егер Харри Мюнхенге келетін болса, міндетті түрде үлкен жүлделерді жеңіп алады. Реал вингері Марко Асенсио Мадридтен кетуі мүмкін. Марка басылымның хабарлауынша, жақын күндері клуб басшылығы мен ойыншы арасында кездесу өтеді. Осы кездесуде ойыншының болашағы шешілетін болады. Марко Реалда қалғысы келеді, бірақ жалақысының өскенін қалайды. Ойыншы жалақысы өзінің өткен маусымдағы ойынына сәйкес келмейді деп есептейді. Айта кетейік, Марко өткен маусымда 42 ойында 12 гол салған. Реал қазір асығыс шешім қабылдағысы келмейді, және әр ойыншының ұлттық құрама сапындағы ойынын бақылауда. Алдағы күндері клуб басшылығы ойыншының талаптарын тыңдайтын болады. Бірақ Реал Асенсионың жақсы көрсеткіштеріне қарамастан, ойыншы өзіне жүктелген міндеттерді орындай алмады
және ойыншының жалақысын көтеруге негіз жоқ деп есептейді. Қазір Марко Реалдағы негізгі ойыншылардың қатарына кірмейді. Меніңше Реал ойыншыға қазіргісімен бірдей, не одан да төмен жалақымен ұсыныс жасайды. Ары қарай Марко не істейтіндігін өзі шешеді. Егер Реалмен келісімшартын ұзартпайтын болса, клуб 26 жастағы ойыншыны 40 миллион еуроға сатуды көздеп отыр. Corriere dello Sport басылымының хабарлауынша Милан Асенсионы сатып алғысы келеді. Анчелотти Марконы сатуға қарсы емес. Реалда оң қапталда шабуылда ойнай алатын ойыншылар жеткілікті. Ал ойыншының агенті болса Марконың тезірек Реалдан кеткенін қалайды. Маркоға сонымен қатар Манчестер Юнайтед, Ювентус, Арсенал және Ньюкасл қызығушылық танытуда. Бұдан бөлек Винисиус Джуниор Реалмен жаңа келісімшарты бойынша келіссөздер жүргізуде. Марко басылымның хабарлауынша Реал Мадрид ойыншымен келіссөздерді осы аптаның соңында не келесі аптаның басында толығымен аяқтайды. Екі жақ қазір келісімшарт мерзімі бойынша келісе алмай отыр. Винисиустың қазіргі келісімшарты 2024 жылдың жазына дейін жарамды. Реал бұл мерзімді 2028 жылға дейін ұзартқысы келеді. Бірақ ойыншының өзі келісімшартты 2026 жылға дейін ғана ұзартамын деп отыр. Бразилиялық қазір Реал сапында жылына 3 миллион еуро жалақы алады. Ал жаңа келісімшартта мадридтіктер бұл соманы 10 миллионға дейін көтергісі келеді. Ойыншының кету сомасы да 350 миллионнан 1 миллиард еуроға дейін өседі. Бұндай соманы Реал тек өздерінің ең маңызды деген ойыншыларына ғана жасайтыны белгілі. Осылайша Реал ойыншының Реал үшін қандай маңызы бар екендігін көрсетіп отыр. Мбаппе алдағы жылдары Реал Мадридке ауысуы мүмкін. Мбаппе ұзақ уақыт бойы Реалмен келіссөздер жүргізді. Соңында Мбаппе ПСЖ-мен келісімшартын ұзартты. Бұған дейін Реалдың бас бапкері Карло Анчелотти өз сұхбатында Мбаппе енді Реал сапында ойнай алмайды деген болатын. Бірақ кеше Флорентино Перес El Chiringuito TV арнасынан берген сұхбатында мүлдем басқаша сөйледі. Мбаппе ешкімді сатып кеткен жоқ. Ол Реал Мадридте ойнағысы келді. Бұл оның балалық арманы және ол туралы көпшілік алдында айтты. Соңында не болды? Оған экономикалық және саяси қысым жасалғандықтан бәрі өзгерді деп есептеймін. Франция президенті Мбаппеге телефон соғып, оны ПСЖ-да қалуға көндірді. Францияда басқа да клубтар бар. Сондықтан бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Жан-жақтан көрсетілген қысым Мбаппені өз ойын өзгертуге мәжбүр етті. Бірақ мен оны әлі де жақсы көремін. Мен ешқашан Мбаппе Реалға ауыспайды деп айтқан емеспін. 3 жылда бәрі өзгеруі мүмкін, деді Реал президенті өзінің сұхбатында. Бұдан бөлек Перес Реал Мбаппемен келісу үшін Холландтан бас тартты деген өсектерге де жауап берді. Бізде Карим Бензема бар. Ол әлемнің ең үздік шабуылшысы. Мен Холландты Бенземамен үйлеспейді деп ойлаймын. Сол себепті Холландты сатып алып, оны қосалқы құрамда отырғызып қойғым келмейді. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.